активный сен шыға келесің. Давай. Сәлем достар, сендермен Алмаз Валиев және де менің бауырым. Ой, тұра айтпыз. Отыршы енді. Сәлем достар, сендермен Алмаз Валиев және де менің бауырым Нияз Валиев. Бүгін біз Music Challenge 3 түсіреміз. Яғни менің каналымда уже Music Challenge-ның 2 видеосы бар. Мынау 3-ші видеосы. Бастайық. Нормальный видео остай. Сөйлеш? Талбып. Не деп айтыр ма? Жануар. Жаули? Жануар. А? Жануар. Жауап? Жануар. Тәбішке. Ұшақ, аяқ. Сәлем, күн сіздермен Баука және Коля. Достар, бүгін біз сіздермен қызық ойын ойнайтын боламыз, яғни наушникпен сөз жасыру дейді. Мысалы, наушниктегі адамға келесі адам сөз түсіндіру керек. Бұл сөздер енді қиын болады деп түсінесіз, өзімді шығып қойшы. Қазір мен құлақтан наушник тағам, ал Коля маған сөздер жасырады. Тауға тырсаңыз. Вот, қазір біз Рензоның Боунс деген өлеңін айтып аламыз. Давай! Көкенов. Көкенов. Ойба? Көкенов. Көрнегі? Көкенов. Күрек? Кес. Орындық. Орындық. Оқ? Жоқ. Орындық. Орындық? Орбит. Қысқасын айтқанда VRBox. Hello достар, менің атым Супер Ранго, және де бүгін мен сіздерге VRBox unboxing жасайтын боламын. Әлі бұл не деп сұрайтын шығасыздар? Бұл өте керемет виртуалдық очки деп аталады. Қазақша әрине көзілдірік. Ендеше ашуына кірсейік. Қорапты ашқан кезде көздеріңіздің алдарыңызда әрине кішкентай контроллер. Бұл дейтін джойстик қой құтағандай, сондай андроидтарға арналған Bluetooth-пен ішіндегі ойындарға ойнайтын жай ғана құттай контроллер көріп тұрмыз. Ал келесі бізде наушниктің телефон жеріне тығатын жеріне тығып қоятын шаң кірмес үшін немесе тағы бірдеңе қорғау үшін арналған бізде құтақандай құрылғы немесе кішкентай керегі жоқ темір. Бұны ысыра тұрайық. Ал және де инструкция әрине. И сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін ойында біздер GTA 5 ойнайтын боламыз. Бізде жаңадан обновление шықты GTA 5-те, содан жалғастыратын боламыз. Қасымызда біздің Редик және Simple кетіп қалды. Редик сәлемдесші жүр. Сәлем достар. Қызық ойын болады. Бүгін қазір енді Редик на ойынға үлгере алмай қалдық біз да біріміз. Енді осыдан кейінгі ойынға бір Редик кіріп кететін болады. Қазір біз достар 10-ші орындамыз, 9-ші орында бұл керемет обновление. Қараңыздаршы, бір сөзбен айтқанда бір GTA 5 сияқты емес, мынау бір гонка ойын сияқты да. Екінші ойын сияқты. Шынымен де. Қазір достар біздер 3-ші орында жатырмыз, артымызға қарап қаламыз, артымызда клең психопат шет-шетінен бір-бірін соғайын деп жүрдік. Біреулер уже бізді алып кеткен сияқты. Ой, достар, асып кеттік, бірақ еште етпес біздер. Главное алып кеттік. Мен енді қазір сіздерге қараң жерде отқан шығармын, өздеріңізде бір дұрыс көре алмай отқан сықтар. Мен еште етпес. Кешке түсіріп отын. Хабибози, шамыз, жаным сол шамыз. Жоқ. Қалайсыңдар достар, сіздермен Хадет Нұрсұлтан және Суперкеге чарымызда. Бүгін біздер Bot Race ойын ойнайтын боламыз. Bot Race ойыны бұл кішкентай робот, яғни типа Марио сияқты ойнайтын ойынның бір түрі. Бұл американецтердің шығарған ойынның бір түрі. Әрине Қазақстанның шығарғандар емес, американдар шығарған. Бұл роботпен сен дейтін қанша метр көп жүресің, соншалықты метр көп жүретін рекорд жасау керек. Управление өте қиын. Шамал үйрену керек, қайсын басады екен. Былай сындырады кез. Опа, сикір деп қоямын. Тұрап тастады. Дүшік мен. Кеттік. Управлениесі өте қиын.
бұл по идее не ойындарға болады ғой мынау дейтін мен үлгере алмаймын ба опа үлгере алмаймын по идее мынау дейтін нелерге яғни PlayStation нелерге ойнайтын ойындардың бір түрі болып табылады. Сондықтан бүгін осы бір екі жұманың ішінде яғни компьютерный версия шыққан болатын. Так, бұл да секіріп